Барлықтарына сәлем, Жайкод арнасының көрермендері. Сіздермен бүгін мен Қали Ерболат, және де біз бүгін Қарағанды қаласындамыз. Болашақта Қазақстанның IT астанасы болатын Тереконовая долина дейтін жерге келдік. Ішін көріп бақылап кетейік. Достар, мынау бізде кішігірім лекторий, ішінде 30 адамға арналған орындықтар бар. Бұл жерде әртүрлі конференциялар, митаптар, жиналыстар және де сабақтар жүргізілетін болады. Ішінде әрине де арнайы штатив, колонка және де перне компьютерлермен жабдықталған. Достар, бұл бізде үлкен лекторий. Бұл жерде 70-80 адамдық орындар бар. Арнайы бүкілі дайын, проектор, колонка, компьютер және де микрофон. Достар, қазір біз спикерден бірнеше сұрақтар қоямыз. Сәлеметсіз бе? Есіңізді айтсаңыз. Менің атым Мира. Танысқа қуаныштымын. Сізге бірінші сұрақ, сізге митап қалай өтті? Рұқсат етсеңіз, орысша айта берейін. Айтыңыз. Мне очень понравилось, мне было очень комфортно выступать сегодня перед аудиторией. Впервые в вашем городе, в Караганде. Приятно удивлена вообще тем хабом, который здесь находится. Такие условия созданы в этом городе для айтишников, для развития IT-комьюнити. Мне очень понравилось. Екінші сұрақ, Тереконовая долина жайлы естідесіз бе? Если честно, раньше не слышала, и поэтому, наверное, была приятно удивлена, что такие хабы есть не только в Алматы и в Астане, в больших городах. Я живу в Астане и приехала из Астаны сегодня сюда. Классные условия созданы, очень все красиво, очень современно, технологично. Мне очень понравилось. Үшінші сұрақ, қалай ойлайсыз, бұл жердің дамуы зор ма? Я думаю, да, условия созданы для того, чтобы дальше развивать IT-сообщество, стартап-сообщество. Пусть, имея такие условия, у студентов, у предпринимателей будет больше новых идей, которые они смогут развивать как в этом городе, так и в Казахстане, ну и в масштабах всего мира. Соңғы сұрақ, спикер болып жүргізгеніңізге қанша аласыз? Это было бесплатное выступление. Я выступаю на данный момент бесплатно. Меня пригласил Максим. Он увидел меня через социальные сети и предложил выступить здесь. Я с удовольствием согласилась, приехала сюда. Для меня важно делиться своими знаниями, своим опытом. И я сейчас развиваю свои социальные сети, и это причины, по которым я выступаю. И сегодня с удовольствием побывала в вашем городе. Жақсы, рахмет жауабыңызға, Мира ханым. Достар, бұл бізде хабтың дәретханасы. Ішін көріп кетейік, не бар екен? Өте қарапайым, минималисті стильде. Бұл жерде бізде қол, не дейді мынаны? Сушилка для рук, айна, раковина, және де екі туалет. Туалеттің ішін түсірмей қойып. Жалпы түрі осындай.
здании работал Александр Черевский. Это научный деятель, занимался космонавтикой, там много чего. И жил в соседнем дворе. То есть это здание такое, можно сказать, историческое само по себе. И сейчас на втором этаже будет у нас коворкинг. Достар, бұл бізде үлкен коворкинг. Бұл жерде адамдар келіп өздерінің жұмыстерін істей алады. Это жақсы үстелдермен қапталған, және де арнайы 4 розеткалар бар, ыңғайлы кресло бар, және де қоқыс шелегі. Ал бұл бізде достар локерлер арнайы, адамдар іштеріне өздерінің заттарын сала алады, және де бірнеше уақытқа тастай алады. Олардың іштерінде арнайы кілттері бар. Сол кілттерін ашып, шалып, заттарын сала алады. Достар, коворкингте тек қана жұмыс істеу емес, және де ойнау болады. Егер де коворкингте адамдар іштеліп тұрса, серіктесімен бірге ойнай алады. Ал бұл достар бізде жиналыс бөлмелері. Ішінде кірілген 4 жабық бөлмелері бар. Езі сол бөлме. Міне іші осындай жабдықталған губкалар бар, шумоизоляция. Қазір тексеріп көрейік. Изоляциясы. Осы адам келіп, өз жұмысын істей алады деп отырады, немесе біреумен сөйлессе, осы отыра алады. Ал бұл достар бізде кішігірім коворкинг. Бұл жерінде орындар азырақ, 12 шақты орындар бар. Бұл ең күштісі, атмосфера жақсы, осындай әртүрлі муралдар бар. Және де бұл Қарағандыда да орналасқан. Әртүрлі зданияларда осындай муралдар бар. Мына үстел орындары бар, және де розеткалары. Ең бастысы қоқыс шелектері бар екен. Жұмыспен, бірақ адамға тамақтану керек. Террикона долинада өздерінің асханалары бар екен. Осындай 3 үстелері бар. Әр үстелде 2 орындықтан. Және де қараңыздар, мына жақта өздерінің микроволновкалары, әртүрлі шкафтары бар екен. Әдіс аяқтары. Әдіс жуатын машиналары бар екен. Және де холодильник. Можно, да, открыть? Да, лучше. Ішінде әртүрлі тамақтары бар. Йогурт, немецкая, лакте, және тағы басқа. Достар, біз қазір 3-ші қабаттамыз. Бұл жерде Террикона долинаның жұмыскерлері жұмыс істейді. Және де бұны open space деп атайды. Ішін көрейік. Ішінде осындай пернетақталар және де үстелдер орналасқан. Үстелдің үстінде дербес компьютер. Үстелі осындай әртүрлі үстелдермен жабдықталған. Отыратын орындары да әртүрлі. Екінші жақта тура осындай, бірақ өздерінде әртүрлі фишкалар бар. Біреуінде кубик, рубик, біреуінде гүл, біреуінде документтер. Жақсы әдемі суреттер бар екен мында. Қол. Маркерная доска.
бұл жердің ең жақсысы осындай жұмсақ жастар бар екен. Отырсаң өте жұмсақ. Бәрі жақсы. Жалпы үшінші қабаттың түрі осындай. Достар, қазір біз осы жерде жұмыс істейтін адамнан сұрақ сұрайтын боламыз. Сәлем, есіміңіз кім және де сіз хабта кім болып жұмыс істейсіз? Сәлем, мен есім Азат. Мен хабта инкубациялық және акселерациялық бағдарламаларының аясында сарапшымын. Қалай, сізге хаб ұнайды ма? Иә, әрине ұнайды. Сонымен қатар біздің хабта коворкинг, дәрісхана, конференц-зал, подкаст бөлмелеріне ие. Резиденттердің ыңғайлығына үшін біз ас үй, кафе орналастық осы жерге. Неге сіздер Қарағандыда ашылдыңыздар? Өйткені бұл Қарағанды бірегей өңір, және де біздің Силиконовая долинаның қалаушылары, олар алғашқыда WP компаниясын ашқан, және де барлық IT компаниялар Қарағандыдан бастаған және осы жерде орналасқан. Келесі сұрақ, неге Қарағанды IT астана болу керек? Өйткені Қарағандыда ірі университеттер және жоғары оқу орындары орналасқан, IT саласымен айналысатын, және де біздің университеттерде IT саласындағы мамандарды шығартады. IT хабта қандай мақсаттар бар? Біздің басты мақсатымыз бұл мамандарды оқыту, олардың біліктіктерін арттыру және де жаңа жұмыс орындарын табу. Сіздермен жұмыс істейтін компаниялар немесе стартаптар бар ма? Бізбен қатар осы жерде Урбанистер орталығы, Абизнес, Тетагис және де Nexus Pro компаниялар жұмыс істейді. Біздің компаниядан 500-ден астам стартап өтті және компаниялар. Тағы да Кремниевая долинаға 15 топтан 4 тобы бізде оқылды. Соңғы сұрақ, неге IT хабта мектеп бар? Өйткені IT маманына үлкен сұраныс бар. Көптеген ірі компаниялар бізге сұраныс жібереді, бізге сол мамандық қажет. Сол үшін біз осы жерде мектеп аштық. Достар, қазір сіздер мынаны көрсеңіздер, өте таңғаласыздар. IT хабта өздерінің подкасты орындары бар екен, комнаталары. Арнайы кәсіби микрофондармен жабдықталған. 2 микрофоннан және де үлкен дөңгелек үстел. Бір үстелде сол 3 орындық. Және де ең күштісі мынандай шумоподавление губкалар бар екен. Қазір достар, біз Tricon School'дың кабинетіне кіреміз. Бұл жерде бізде сабақтар жүргізіледі. Жалпы осылай заманауи компьютерлермен жабдықталған. Үлкен монитор, жақсы дербес компьютерлер. Жалпы түрі осындай. Бұл жерде 20 шақты компьютерлер орналасқан. Артта маркерная доска. Және де принтер, проектор. Бұл жерде сабақ жүргізіледі. Мына жерлерде осы сабақтың мұғалімдері отырады. Және де осы жерде осылай сабақ жүргізеді. Tricon School'да не үйретеді деп сұрақ қойсаңыздар, мен сіздерге жауап берейін. Tricon School'да фронт-энд разработка, UI, UX және де продукт менеджер курстарын үйретеді екен. Ол туралы ақпараттар сіздер олардың сайттарына кіріп біле аласыздар. Ал осымен достар, біздің обзорымыз аяқталды. Жалпы IT хаб жақсы, көрдіңіздер ғой, өздеріне әртүрлі лекторий, коворкингтер, жабық коворкингтер, созвонға арналған кабинеттер бар екен. Мен ойымша, бұл жердің болашағы зор. Егер де достар, сіздерге осы бейнеролик ұнаса,
қолдап кетіңіздер, лайк басып достарына жіберуіңізді ұмытпаңыздар, және де комментарийға басқа компанияның атауын жазып кетіңіздер, соған барып біз обзор жасайтын боламыз. Кездескенше. Все, короче. Я хотел разум